имам Махдиді қайта сұрап отыр. Имам Махдидің келетін уақыты әлі шыққан жоқ жігіттер. Имам Махди шақырып, ой жылап, келсеші, имам Махди келсеші деп, имам Махди келетін белгілері бар. Мен оны бір аккаунтта айтқам, тағы да бұйырса айтамыз бір арнайы уағыз қылып. Имам Махдиді күте беріп, ой өлдік қой, бізді құтқарып алатын. Сен өлгенін не қылайын, семьяңмен бычыт болатсың, әйеліңмен ортаң дұрыс емес. Айтқан балаң қаңғып жүрсе, әйеліңе ие боламасың. Қайдағы какой имам Махди? Айналайын, семьяңның бычыт шығып жатыр. Бауырыңмен араласпайсың. Ақшасы бар болса араласамыз, жасыратын жоқ. Ақшаң жоқ болса, қай туысқаныңмен араластың, жағдай жоқ. Бүгін мына таң атты. Қай бауырыңызға ағаларым, бауырларым деп қайсыңызға қайсың сообщение жазыңыз. Ауырып атқан қайсыңыз көңіл сұрадыңыз. Ал міне, осыдан бастайық. О, имам Махди, имам Махди. Имам Махди қайда әлі? Имам Махдиге дейінгі мына жақ дұрыс болу керек. Имам Махди келу үшін біздің хақымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қиямет жақындағанда мұсылмандар езгіге түседі дейді. Біз көп адамдар қазір Палестина басқа жағдайдағы мұсылмандардың езгісін ойлап жатыр да, что имам Махди келетін уақыт деп. Жоқ, сонда мұсылмандар езгіге түседі дегенде сахабалар қол көтеріп сұрап, "О Алла елшісі, мұсылмандар езгіге түсетіні, наверное, кәпір көп болатын шығар" депті. Мүмкін. Сөйтсе кәпір көп болмайды, мұсылман көп болады. 2 миллиардтан аса біз қазір, біз көппіз. Неге олар жеңіл істеді? Неге олар аяққа тапталады десе? Өйткені олардың жүрегінде уахан деген салат деді пайғамбар. Сонда сахабалар уахан деген не ол деді? Сөйтіп еді, мына дүниеге байланған болады деді. Дүние үшін жүреді олар деді. Сол кезде олар аяққа таптала береді деді. Сен ата бабаң айтып отырмын, еш нәрсеге қарамаған, үстіне киген киіміне қарамаған, осы қазаққа, елге, дінге пайдам тисе екен деп күн түнін өткізген. Менің балам демеген, ол халықтың баласы қылып тәрбиелеген. Өздері солай болған. Сонда ғана біз сол халге жеткенде кәпір бізді басса, сол кезде имам Махди келеді. Қазір имам Махдидің заманы емес. Біз әрқайсымыз имам Махди болуымыз керек қазір. Қазір сенің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, қиыншылық келген кезде, сүннет бұрмаланғанда, діннен ұзаған кезде, сонымен ұстап қалған, өзін ұстап қалған, семьясын ұстап қалған адамға шахид сауабы беріледі дейді.